тайдың етін тұздап қойдық, ала бұйыртса 1-2 күннен кейін ыстаймыз. Ал енді жылқы сойған күні қуырдақ пісіру ол біз үшін міндет. Мына жердегі сіңірлі жіліктері холодильникқа кетеді. Қазір бүйректің майын аламын. Мына жерде іш майы жатыр. Ал енді жылқы сойғандағы ең жауапты жұмыс ол ішек қарын жуу. Қарталарды салқын сумен 3-4 қайтара жуып алдым. Енді сұйық май құйып, жағып оны 40 минутқа қалдырамын. Мына жерде көтен қарта да жатыр. Осы көтен қарта жайлы кім не біледі? Осы жерде төменде пост жазамын. Соның астына сіздер өздеріңіз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ішектерге де құямын. Сұйық май ішек қарынның шырышын кетіреді. Сол үшін пайдаланамын. Ішек қарын жуудың ең оңай тәсілі. Сіздерде кәделеріңізге жарата беріңіздер. Қазір соғымның уақыты, кез келген адам ішек қарын жуады.